Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен таңғы асқа өте дәмді сырники дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге сүзбе керек. Сүзбемізді дайындап аламыз да үстіне қантымызды қосамыз. Қоспалардың мөлшері описаниеде нақты көрсетілген. Жұмыртқамызды саламыз. Шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Ұнымызды қосамыз. Менде ұн 50 грамм. Осыдан кейін жақсылап араластырамыз. Менде сүзбе кішкене сұйықтау болғаннан кейін үстелдің үстіне ұнды көбірек мөлшерде сеуіп аламын да қамырды осыған 1-2 рет басып илеймін. Мінекей сырникиге арналған қамырымыз дайын болды. Мен теңдей етіп 6 бөлікке бөлемін. Келесі кезекте біртіндеп осылай стақанның көмегімен екі жақ бетін ауыстырып отыру арқылы айналдырамыз. Сонда бізде осындай әдемі форма дайын болады. Дайын болған сырникелерімізді қызып тұрған майға салып қуырамыз. Қызарғаннан кейін екінші бетіне аударып, барлығын осылай видеода көрсетілгендей пісіріп шығамыз. Барлығын қуырып болғаннан кейін духовкада 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Біздің сырникелеріміз дайын болды, өте дәмді. Менің рецептіммен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.